Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді болып шығадыған, тез дайын боладыған мерекелік дастархандарға арналған салат жасау жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, баға беріп кетулеріңізді сұраймын. Заттарды описанияға жазып кетем, сол жерден скриншот жасап қарап алсаңыздар болады. Алдымен майда тісті торкамыздан қиярымызды өткізіп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетсеңіздер қуанамын. Қиярымызды өткізіп алдық, ал сол майда тісті торкамыздан енді сәбізімізді, піспеген сәбізімізді өткізіп аламыз. Сосын туралған капустамызды саламыз. Сырымызды майда тісті торкадан шығарамыз. Жұмыртқамызды да торкамыздан шығарып аламыз. Артынша қызылшамызды да торкадан өткізіп аламыз. Енді картошка фрейімізді саламыз. Қалауларыңызға қарап, колбаса да қоссаңыздар болады. Мен колбаса қосқан жоқпын. Ал енді таралғаның бетіне майонезімізді осылай сәндеп себеміз. Сосын дастарханымызға тартамыз. Ас болсын, сіздер де жасап, семьяңыздағыларды қуантыңыздар. Өте оңай, әрі дәмді болып шығады.